Ла хаула ва ла қуата илля билля дейсіз. Егер сізді қандай да бір ашу қысса, қандай да бір қайғыға түссеңіз, қандай да бір ауыртпалық, сондай бір ситуация болады өмірде. Жоқ. Қайда барарын білмейсің. Басыңды тауға да тасқа да соқты деген сөз келеді өмірде. Ол кәдімгі тауға тасқа соқпайды, бірақ ауырлығы сондай, түсінесіздер ме? Бардың, жасадың, көрдің, бүкіл есікті аштың, бүкіліне көмек сұрадың, бүкіл бәрін жасадың, бірақ жоқ. Осындай бір жағдайда, ла хаула ва ла қуата илля билля. Я Алла, бүкіл күш қуат саған ғана тән. Мен әлсіз, бүкіл әлем әлсіз, бүкіл жаратылыс әлсіз, бірақ сен күштісің ғой. Сен тек бол деші, дереу бола қалсын. Сен мына қиындықты тоқтатуына әмір етші, тоқтала салсын. Я Аллахым, мына ауруыма шифа берші, шифа бола қалсын. Я Аллахым, мына адам түзелсінші, сен түзел деп әмір етші, түзеле қалсын. Я Аллахым, мына ілім басыма қонбай жатыр, сен қонсын, сен ілімді бол деп маған әмір етші, миыма, менің жан дүниеме әмір етші, бола қалсын. Деу негізі бұл негіз. Ла хаула ва ла қуата илля билля.